Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ескертіп айтқандай, мынау жуа дейміз, сарымсақ жесеңдер, онда мешітке келмей қойыңыздар. Ассалаумағалейкум жамағат. Мешітте қатты сөйлемеу, құбылаға қаратып аяқты созбау, таза киім киіп келу, жуынып келу, сапты бұзбау сияқты тыйымдарды білесіз бе? Кей жағдайда бұл әрекеттер күнәға әкелуі мүмкін. Мешіт әдебіне қатысты басқа да сұрақтарыңыз болса, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Видеоны таратып, сауапқа кенеліңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді жамағат. Білесіздер, жер бетіндегі ең ескі үй бұл мешіт. Құран кәрімде Алла Тағала осы жайында баяндайды. Астағфирулла. Инна аувала байтин вудиа линнаси лаллази бибакката мубаракан ва худан лил аламин. Негізінен адам баласы үшін Меккеде алғаш құрылған үй Қағба бұл бүкіл әлемге мүбарак және тура жол дейді. Яғни ең алғаш адам баласына құрылған үй бұл Мекке қаласындағы Қағба екендігін Алла Тағала Құран кәрімде Али Имран сүресінің 96 аятында біздерге баяндайды. Яғни мешіттің қаншалықты маңызды екендігін осы аяттан ақ аңғаруға болады, құрметті ағайын. Бүгінгі тақырыбымыз мешіт әдебіне арналып отыр. Әрине барлығымыз мешітке Алла Тағаланы ұлықтауға, намаз оқуға, Алланың парыздарын орындауға келеміз. Десек те, мешітте бұл қоғамдық орын болғандықтан, бір өзіміз ғана құлшылық жасамайтын болғандықтан, жамағатпен құлшылық жасайтын болғандықтан, мешіттің белгілі әдептері бар. Мынау тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Жалпы білімнің мақсаты бұл адамды тәрбиелеу. Ал енді құлшылықтың төресі бұл көркем мінезділік деп айтамыз, әдептілік дейміз. Намаз оқып жүріп, жаман сөз айтудан тыйылмасақ, намаз оқуға мешітке келе тұрып, жанымыздағы құлшылық жасап жатқан бауырымызға, жамағатқа кедергі жасасақ, әртүрлі жаман адамдардың жақсы көрмейтін бір иістерін сеуіп келсек, немесе жаңа пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ескертіп айтқандай, мынау жуа дейміз, сарымсақ жесеңдер, онда мешітке келмей қойыңыздар. Не үшін ол? Ол анау жуа мен сарымсақтың адамға зияндығынан емес, керісінше денсаулыққа пайдалы ол. Оның иісіне байланысты. Адамдар ол иісті жек көретін болса, адамдарға сіз не істейсіз? Зиян келтіресіз. Дәл сол сияқты жуынбай келсек, жаман иіс денемізден шығып тұрса, жуынбай, аяғымыз жаман иіс шығып тұрса, жұмаға сол иіспен жуынып шайынбай келе салсаңыз, сіз не істейсіз? Бір адамның құлшылығына кедергі жасайсыз. Емін-еркін сәждеге барайын деп еді, жаман иістен жағындай дұрыстап рахаттанып сәждеге бара алмаса, мешітке келіп алып, дүбірлеп, гүбірлеп, сөйлеп, жанымыздағы адамның намаз оқып жатқанына кедергі жасасаңыз, тіпті мешітте бір адам намаз оқып жатса, мына жақта Құран оқуға да болмайды. Ол бос сөз, дүниелік сөзді былай қоя тұрайық. Ана адам намаз оқып жатқан кезде сіз Құран оқысаңыз да іштей оқу керек, дауыстап ол адамға не істемеу керек? Кедергі келтірмеу керек, құрметті жамағат. Бұл енді жаңа айттық, мешіттер бұл Алланың үйі деп аталады. Құранда қаншама аятта мешіттерді Алла Тағаланың үйі екендігін есімізге салады. Әрине, Алла Тағала мекеннен, Алла Тағала жаңа айтқандай заман, мекен ондай нәрсеге тәуелді емес. Барлығынан не? Пәк. Ешқандай мекен Алланы қамтымайды. Бірақ ең көп Алланы еске алынатын, Аллаға ең көп құлшылық жасалынатын, жамағат болып Алла Тағалаға жалбарынатын орын ол не? Ол мешіттер, құрметті жамағат. Бұхар жырау бабамыз өзінің өлең жолдарында мешіт жайында, Алланың үйі жайында былай деп айтқан екен. Хақтың үйі мешітте,
аққа Құдай кешімді, арамзаның қулығы таппайды еш кесімді. Алла жақтаған зар болмас, хақтың жолы тар болмас. Тар пейілді кең емес, кең пейілді кем емес. Иләхім халал жасаған, тәңірім үйі кебені дейді. Осы аятта Бұхар Жырау бабамыз ол хақтың үйі, ол не деп отыр? Мешіт дейді. Хақтың үйі, бір жаратқан Алла тағаланың үйі, ол мешіт деп, адамдардың кең пейілді Аллаға деген тақуалығында болуын осы өлең жолдармен біздерге жеткізіп кеткен. Ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, білесіздер, Меккеден зұлымдық көріп, Алланың әмірімен Мәдина қаласына қоныс аударып барған кезде ең алғашқы жасаған ісі мешіт соғу болатын, мешіт тұрғызу, білесіздер. Яғни бұл мешіттің қаншалықты маңызды бір орын екендігі, қаншалықты бір маңызды ғимарат екендігін осыдан ақ аңғаруымызға болады. Яғни бірінші болып жасаған Мәдина қаласына бара салды. Ол мешіт тұрғызу болатын, құрметті жамағат. Ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде айтады: "Ахаббул билади илаллахи масажидуха". Аллаға ең сүйікті ол жер бетіндегі нелер? Мешіттер дейді. Ең сүйкімді орындар ол мешіттер екендігін пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде айтып кетті. Сондықтан мұсылман деген адам ол мешітті құрметтеу керек. Алла тағаланың үйіне келген кезде ол әдеп сақтау керек. Кейде мынандай жағдайлар болады. Мешітте құлағы аяғың созба. Мешітте жаңа айтқандай ұйықтама. Жаныңа келіп бір адам намаз оқиды. Ал ұйықтап жатқан адам не істейді? Ол қорылдауы мүмкін. Ол жаңа айтқандай әртүрлі бейәдеп іс-әрекеттерге баруы мүмкін. Өйткені дінімізде мынандай қағида бар. Адамның екі көзі ол дәреттің несі? Дәреттің күзетшісі дейді. Ұйқыға кеттіңіз ба, жантайып бір нәрсеге сүйеніп ұйықтадыңыз ба, дәретіңіз де бұзылды. Яғни ол әдепсіздік. Сондай-ақ мешітке келіп алып, мұсылман адам мұсылманға сәлем беру керек дейді, дауыстап сәлем береді. Мына жақта адам намаз оқып жатыр, зікір етіп жатыр. Оның барлығы не? Әдепсіздік оның барлығы. Басқа адамдарға кедергі келтірмеу керек. Мысалы, имам уағыз айтып тұр, немесе хутбада тұр, ол кезде сәлем берілмейді. Сәлемді беру сүннет. Бірақ хутбадағы уағызды нені тыңдау не ол? Уәжіп ол, уәжіп, міндет. Оның барлығы әрине білімсіздіктен. Мешітке келдіңіз ба? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның кезінде мынандай оқиға болады. Пайғамбарымыз осылай уағыз айтып тұр. Бір адам келді де осылай мешіттен, есігінен келіп, қай жер бос орын бар, ыңғайлы орынға келіп орналасты дейді. Екінші адам келді да жамағатқа бір кедергі жасап алмайыншы деп, анау арт жаққа келіп отыра салды. Үшінші адам келді да мешіттің есігінен қарады да не істеді? Бұрылып ары қарай кетіп қалды, кіргенде жоқ. Осы үш адамның жағдайын айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына бірінші адам келіп, енді мына бірінші қатарда бос орын болса, осы жерге келіп жайғасын. Яғни Алла тағала ол адамның өзінің несіне, рахымына, несіне алды дейді. Екінші адам мына жамағаттан не істеді? Бір кедергі келтіріп алмайыншы, біреуді иығымен қағып кетпейінші деп, ұялып адамдардан жан істеген үшін ана арт жақта бір жерге отыра салды. Алла да одан ұялды дейді. Яғни ол не істеді? Мына бір Алланың пенделеріне бір зияным тиіп кетпесінші, біреуді ренжітіп алармын деп ішінен жаңағы ұялды. Алла да одан ұялды деген сөз, оған да сауап берілді Алла тағала тарапынан. Үшінші адам ол теріс айналып кетті, Алла да одан теріс айналды дейді. Яғни кейде болады, бірінші қатарға міндетті түрде тұру керек дейді. Мына жерде бірінші қатарда ақсақалдар отырады, үлкен кісілер отырады, имамдар отырады, немесе бірінші қатар бос емес. Келіп қағып жарып мына жерден зиян келтіріп, қаншама адамның былай айтқанда несіне ренішін туғызып, бірінші қатарға қыстырылып келеді, бірінші қатарға баса көктеп кіреді.
Ол ешқандай сауап емес, керісінше қаншама адамның сіз несін алдыңыз, ренішін алдыңыз. Ана жерде бос орын бар ма, сол жерге барып отыру керек. Ал бірінші қатарға отырғыңыз келе ма? Мешітке ерте келіңіз. Ерте келіп бірінші қатардан орын алыңыз, ертеге уағыз тыңдаңыз. Ол әрине сізге өте үлкен сауап болады. Ол жайында да қаншама хадистер бар. Мешітке жұма күні дейді, жұма күні мешітке бірінші болып келген адамға түйе сойғандай сауап дейді пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Ол не үшін осындай теңеумен айтып жатыр? Түйе сойғандай сауап. Яғни үлкен сауап. Арабтарда ол түйе дегеніміз не? Шөлде жүретін ең құнды осындай неміз, малымыз. Ең былай айтқанда қымбат зат. Дәл сол сияқты мешітке бірінші келіп, бірінші қатардан оң жақтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткендей, бірінші қатар оның оң жағынан орын алғыңыз келсе, бірінші болып келіңіз. Ең соңынан келіп алып, адамдарды киіп жарып, ортасынан иығынан қағып, қыстырылып, бірінші қатарға тұрып олу. Біліп қойыңыздар, сауап емес, керісінше күнәға батасыздар. Оның барлығы сүннетімізде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біздерге үйретіп кетті. Құрметті жамағат. Сондықтан мешіттің әдебін білейік. Алла тағала мешіт салған адамдарға, сондай-ақ салып қана қоймаған, мешітке барынша пайдасын тигізетін адамдарды Құранда мына бір аятта ерекше мақтайды. Иннама яъмур масажидаллахи ман амана биллах. Алла тағаланың мешіттерін салатын адамдар, ең бірінші олар кімдер? Аллаға иман келтірген адамдар. Уал яумил ахир. Ертеңгі қияметтің, ақыреттегі қиын уақытқа иман келтірген адамдар. Ертең Алладан сауабын үміт етіп, Алла ақыретте береді. Уақамыс сала. Одан кейін намаздарды оқып жүретін адамдар. Жай адамдар мешіт сала бермейді деп отыр. Жай адам мешітке жанашырлық таныта бермейді. Ол Аллаға иман келтірген, ақыретте иман келтірген, намазын толық оқып жүретін адамдар. Уәта зака. Сондай-ақ қайырымдылық, мұқтажға көмектесу, Алланың алдындағы зекетін, парызын орындайтын адамдар. Уәләм яхша иллаллах. Алладан басқа ештеңеден қорықпайтын. Фааса улайка айякуну минал мухтадин. Міне солар дейді, осы адамдар тура жолдан таймай, мұраттарына, мақсаттарына жетуге үміт ете алатын адамдар деп ерекше айтады. Яғни мешітті салу кез келген адамға бұйыра беретін бақыт емес ол. Ол жаңа айтады, Аллаға шынайы иман еткен, намазын оқитын, зекетін беретін, ақыретке иман келтірген, осындай үміті бар адамдар дейді. Осы жердегі яъмуру деген, яғни оны ғалымдарымыз тұрғызу, салу деген, яғни мешітті құрылысын жасау деген мағынамен қатар тағы да мынандай мағыналарды қосып айтқан екен. Міне біз қазір мешітте отырмыз ғой. Мешітте болатын жамағат болып, мешіттің көркін келтіріп отыратын адамдар да кіреді дейді бұған. Яғни жамағат болып келіп, мешітте жаңа айтқандай құлшылық жасайтын адамдар да осының ішіне кіріп кетеді. Мүмкіндігінше мешітте көп уақыт өткізетін адамдар да осыған кіреді дейді. Яғни мешітті салған ғана адам емес, мешіт салды бір адам. Мешітте ешқандай жамағат жоқ. Мына жерде миллиондаған адам тұрғыны бар, халық болса, мұсылмандар болса, бірақ мешітке келмесе, ешқандай мешіттің сәні болмайды. Яғни осы мешіттің ғимаратын, құрылысын салумен қатар соны жамағат ретінде келіп, ішін толтыратын адамдар да осының қатарына кіреді деп, сіздерді де соның қатарына қосқан екен, құрметті ағайын. Сондықтан мешітке келген кезде дұрыстап, жаңағы айтқандай, әдепті сақтап, мешітке барынша пайдам тигізейін. Бір жері құрылысы, бір жері кеміп тұрма. Бұл ортақ құлшылық орны бұл жер. Ешкімнің сатып алған, ешкімнің жаңағы жеке меншік емес. Барлығымыздың былай айтқанда келген кезде дұрыстап ыңғайлы құлшылық жасайтын осындай орнымыз, жылы суы ағып тұру керек. Барлық жаңағы айтқандай несі жамағатқа жағдай жасалып тұрса, әрине ол құба-құп нұр үстіне нұр болады. Ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам тағы да сүйіншілеп айтады: "Мән бана мәсҗиден, баналлаху лаху мислаху фил джанна." Кім адам
қайбір пендесі Алла тағаланың бір мешіт салатын болса, мешіт тұрғызатын болса, Алла тағала оған тура сондай етіп жәннатта бір үй тұрғызады дейді. Имам Бұхарида, Муслимде келетін хадис. Яғни бұл жай іс емес екен. Бір адамға, біліп қойыңыздар, бір адамға Алла тағала жұмақты уәде етіп жатса, жұмақтан бір сарай уәде етіп жатса, ол жай бір іске беріле салмайды ол. Әр нәрсенің өзінің несі болады, бағасы болады, өзінің құны болады. Құранда айтады, сендер бастарыңа қиыншылық, сынақ келмей, сендер жұмаққа кірем деп ойлайсыңдар ма дейді. Бір нәрсені жаңа айтқандай, соны шынайы ықыласпен жасамайынша, Алла тағала ол адамға да оның несін, сауабын бермек емес екен. Мынандай бір оқиға болады, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам кезінде, білесіздер, қазіргі сияқты мынандай электр жоқ, барлығы май шаммен, жаңа шырақ дейміз, шаммен не істейді, жарықтандырады. Бірде ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мешітке келсе, Мадинадан, мешіттің іші жап-жарық. Сөйтсе жаңағы бір сахабасы Тамим әд-Дари деген кісі, Алла ол кісіден разы болсын, Шам шаһарынан, қазіргі мынау Сирия жері, Шам аймағынан естіген екен, Мадина қаласына шам, шырақ алып келген. Ол кезде әрине мынау қазіргі шам сияқты емес, зәйтүн майымен, жаңа пілте дейміз, пілтені малып, соған жаңағы жасайтын сондай шырақ алып келіп, мешіттің ішіне қаншама жерге не істеп қойған екен, жарықтандырып біліп қойыпты. Пайғамбарымыз таң қалып, разы болып, мынаны кім істеді депті. Сондайларға жиналған жұрт жаңа сахабаны айтыпты, Тамим әд-Дари сол кісі жасады. Сонда пайғамбарымыз қатты разы болып былай деп айтқан екен: исламды нұрландырдың, Алла сені бұл дүниеде және ақыретте нұрландырсын деп батасын, дұғасын айтқан екен. Яғни мешіт бұл былай айтқанда барлығымыздың ортақ үй. Ол жер жаңа айтқан, кез келген бір адам мешітке бір титтей да болсын, бір пайдасын тигізсе, осы жердегі бүкіл жамағаттың несін алады, алғысын алады. Мынаны кім жасаса да Алла ол кісіден разы болсын, Алла тағала отбасына жаңағы берекесін берсін, бала шағасына дегендей жақсы дұғасын, батасын айтады. Екінші мәселе, мешітке жаңа тағы айтып кеттік басында, тазаланып бару өте маңызды, құрметті жамағат. Тазаланып келу, жаңа айтып отырғандай, сіз бір қарапайым бір құдаңыздың үйіне қонаққа барсаңыз да не істейсіз? Тазаланып, жақсы киіміңізді киіп барасыз. Ал енді Алланың үйіне келе жатсыз. Алланың үйіне ғана емес, Алла тағаланың құзырына шығасыз. Намаз деген әрбір мұсылманның миғражы, Алла тағаланың құзырына көтерілетін жер. Алланың құзырына келіп тұрып, киіміңізді тазартпай, денеңізді жаңа айтқанда тазартып, жақсы иістерді, хош иісті севініп келмесеңіз, онда сіз не істемейсіз? Сауап емес, керісінше жаныңыздағы адамдарды рахатсыздандырған үшін, оларға зиян келтірген үшін керісінше не істейсіз? Күнәға батуыңыз мүмкін. Пайғамбарымыз неге бір сарымсақ жеген адам мешітке келмей қойсын деп жатыр? Жанындағы адам оның иісінен мазасызданса, сізге не берілмейді? Сауап берілмейді, құрметті жамағат. Керісінше күнә арқалап кетуіңіз мүмкін. Құранда Алла тағала Араб сүресінің 31-ші аятында ескертіп айтады: Я бәни Адам, адам баласы, худу зинатакум айнда күллі мәсжидин. Әрбір мешітке баратын кезде не істеңіз? Зинеттеріңізді алыңыздар дейді. Зинет деген не ол? Әдемі киім, жақсы иіс, бүкіл жағы не жақсы бар. Соның барлығы мешітке жағы дұрыстап, ұзын шапан, әурет жер ашылмайтындай кең молығып киіп алу, басыңызға тақияңызды киіп алу, бұның барлығы не? Ғалымдарымыз бұның барлығын осы зейнетке кіргізген. Мешітке барғанда барлық зейнеттеріңізді алып алыңыздар деп отыр Алла тағала. Бұл Алланың бұйрығы. Ардақты пайғамбарымыз өзінің хадисінде айтады: Мән татаххара фи байтихи сумма маша иля байти мин биютиллахи лияқтия фаридата мин фараидиллах. Бір адам, бір мұсылман жақсылап тазаланса дейді. Бірінші орында тазалықты айтып отыр. Жақсылап тазаланса, содан кейін не істесе, мешітке қадам басса, бір парызын орындау үшін, намазды оқу үшін, парыз орындау үшін. Канат хутуатуху
ихтахума тахудду хатиатан. Мешітке басып келе жатқан бір қадамы оның несін, кемшіліктерін, күнәларын жояды дейді. Уәл ухра тарфау даражат. Ал екінші қадамы не істейді? Дәрежесін көтереді дейді. Осы жерде тазалықты ерекше айтып отыр. Тазаланып келсе деп отыр. Жай келе жаса деп отқан жоқ. Тазаланып мешітке қадам басатын болса, Алла Тағала әрбір басқан қадамымызға күнәларымызды кешіріп дәрежемізді көтереді екен, құрметті жамағат. Сондай-ақ жаңа айтқандай, денемізден басқа адам мазасызданатын иіс шығып тұрмау керек. Кейде мынандай мәселе болады. Мисік сеуім дейді да, бір мисікті сеу болады, бірақ ол жаңағы білесіздер ғой, өте ащы, басқа адамдарға көбіне ұнай бермейтін бір иістер сеу болады да, жанындағы адам жанына тұрасыз сапта, ана кісінің басы айналып құлайын деп қалады. Ол да болмайды. Сіз жаңағы айтқандай бір мына хош иістерінде неше түрлі жұмсақ иістер бар ғой. Қазір деген көп таңдау, мың түрлісі бар. Соның жаңағы дұрысынан адамдарға зиян келтірмейтіндеріне не істеп келу керек. Бұл жерде мәселе, адамға сіз не істемеңіз керек? Зиян тигізбеуіңіз керек. Кейін мынандай мәселе, жастар әсіресе. Тырысып тұратын шалбар киіп аласыздар. Шорты киіп алады. Ол шортыне тырысып тұр. Бүркіға барса, жамбасы көрініп жатыр, арт жағы әурет жер бәрі ашылып. Ол тырысып тұрған шалбар, тырысып тұрған киім бар ғой, ол әурет жерін жапқан болып есептелмейді. Ол сіз ойлап тұрсың, әурет жерін киіп алдым шалбар. Ол тырысып тұрған денеңіз, сіздің бүкіл ішіндегі денеңіз, әуретіңіз білініп тұрма, ол әуретті жапқан болып есептелмейді, құрметті жамағат. Еңкейіз бүкіл жамбасыңыз ашылып, мына кіндікпен қоса, соның мына арт жақ, бел, осы беліңізбен барлық жауықтыру керек. Намазда сіздің бір рәкағат бойы әуретіңіз ашылды ма, сіздің намазыңыз жоқ. Кең ол шапанды, мына ұлттық киімдерді біз наурызда киіп аламыз ғой, наурыздарда. Осы міне жұма күні киіп келіңіздер, ұлттық киімдегі шапандарыңызды киіппеңіздер. Кең бол көйлек киіппеңіздер, шалбар киіппеңіздер. Әурет жер деген ол тек қана жаңағы айтқандай жабық тұрса болды деп тырыстырып киіп алу болмайды ол. Дұрыстап киініп келуіміз керек, құрметті жамағат. Намазымыз, құлшылығымыз қабыл болсын десек, дұрыстап киініп келу керек. Сондай-ақ мешітке жаңа айтқандай асығып ертерек келуге әрекет жасау керек. Сол кезде сіз, пайғамбарымыз сүйіншілеп айтады, адамдар азан шақырумен бірінші саптың қадірін, оған берілетін сауапты білгенде не істейтін еді дейді, жеребе тастап араларында бірінші сапқа таласатын еді олар дейді. Бірінші саптың ішінде де оң жақтың ерекше сауабы бар. Сонда құрметті жамағат, ол мешітке бір адам ерте келсе не істейді? Мысалы, бірде келетін болса, ол уағыз тыңдай алады. Ал бір адам парызға жақындатып келеді да, 2 рәкаттайды парызды оқысам болды дейді. Ол мына әрбір намаздың алдындағы сүннеттер жайдан жай емес. Пайғамбарымыз еріккеннен бір алдында бір 4 рәкат сүннет оқиын, жұманың соңына 4 рәкат сүннет оқиын деп еріккеннен жасаған жоқ. Оның әрқайсының өзінің хикметтері бар оның. Тек қана парызды оқиын да кетейін мен деп келген адам қаншама сауаптан не істейді, махрұм қалады, құр қалады ол. Айтып отыр, мешітке жұма күні бірінші болып келген адамға түйе сойғандай сауап деп бекерден бекер айтып отқан жоқ Пайғамбар саллаллаху алейхи. Сондықтан құрметті жамағат, ерте келуіміз керек, уағызды тыңдауымыз керек. Ал уағыз тыңдау деген не ол? Біліміңізді көтеріп жатырсыз, білмеген нәрсеңізді үйреніп жатырсыз. Көп нәрсе білімсіздіктен пайда болады. Адасушылықтың көбі білімсіздіктен пайда болады. Ол не істейді? Мен бәрін білем деп жүрген адам негізі ештеңені білмейтін болып шығады. Қарапайым нәрсені білмейтін болып шығады. Өйткені ол уағыз тыңдамайды, мешітке келіп дәріске қатыспайды. Сондай-ақ әрине ерте келу керектің жөні осы деп жүгіріп келуге де болмайды. Бірде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда тұрған кезде артынан жүгіріп ентігіп келген дауысты естіп айтады намаздан кейін. Жаңа кім? Ентігіп келген кімдер дегенде, біз едік намазға, асық келдік дейді намазға. Сонда айтады,
намазға асығып жүгіріп келмеңіздер, жайлап ақырындап келіңіздер намазға. Үлгермей жатсаңыздар, үлгермеген ракағаттарыңызды не істейсіздер дейді, толықтырасыздар дейді. Имам Бұхарида, Муслимде де келген екен. Яғни намазға асықтым деп ентігіп келудің өзі не ол? Мына жерде бір адамдар шынайы ықыласымен намаз оқып жатыр еді, бастап. Алланың құзырында тұрмыз деп. Бір адам ентігіп жүгіріп келді де, арыс етіп, демін баса алмай, жанындағы адамдар бәрі көңілін соған аударып жіберді. Бүкіл жаңағы ықылас ниетін бәрін бұзып жіберді. Тыныш келіп, жаймен келіп қосылуыңыз керек. Үлгермеген ракағатыңызды жаңағы бірінші ракағаттың рүку ғана үлгермесеңіз, не істейсіз? Бір ракағат тұрып, тағы да жалғастырасыз ары қарай. Әрине мешітке мешіттің әдептері өте көп. Соның бірі оң аяқпен кіріп, сол аяқпен шығу дейді. Бұның барлығы мешітке кірген кезде Алла Тағаланың рахметін сұрап, мейірімін сұрап, шыққан кезде Алла Тағаланың кеңшілігін, молшылығын сұрап, дұғамызды айтып кіруіміз керек. Бұл жай өзіміздің үйімізге, біреудің үйіне кіріп жатқан емес, Алланың үйіне кіріп, құлшылығымызды орындап, Алланың үйінен шығып жатырмыз. Сондықтан құрметті жамағат, барлық әдептерді барынша ескеруіміз керек. Бұл әдеп қой деп, немесе бұл сүннет қой деп, оны не істей салуға болмайды, оны жай бір рақат тастай салуға болмайды. Керісінше осы бүкіл дініміздің көрініс табатын нәрсесі не ол? Осы біздің әдеттілігімізге, сыртқы жүріс тұрысымызға, сөйлеуімізге, үлкенді сыйлауымызға, бір-бірімізге де құрметіміз барлығы осы не? Діннің көрінісі содан табады. Исламның көрінісі ол ұятта деген. Әрбір діннің өзінің бір сыртқы көрінісі ол, исламның көрінісі ол биязылықта, жаңағы адамдардан бір-бірімізден жаңағы ұялып, бір-бірімізден жаңағы құрметімізде ол. Сондықтан мешітке келдік па, керісінше ең көп әдептіліктің көрініс табатын, ең көп көркем мінездің көрініс табатын орны ол не? Мешіттер болу керек. Мешітке келдік па, мәкрух уақыт болмаса, имам құтпада тұрмаса, уағыз айтып жатпаса, мешіттің ақысын 2 ракағат тахиятул мәсжид, мешітке сәлем намазын ұмытпай оқуымыз керек, құрметті жамағат. Мешітке келгеннен кейін даусымызды көтермей, тыныш отыруымыз керек. Бірде мынандай оқиға болған. Білесіздер енді, ауылдан келетін адамдар бар. Мешітке келген кезде үлкен мешіт көрмеген, жан-жағына қарап ауыздары ашылып, немесе мешітке келіп ап, анау сауда саттықтың әңгімесін, басқа да бір дүниелік әңгімелерді соғып отырады. Мына жақта адамдар намаз оқып жатыр. Сонда Хазіреті Омар радиалlahu шақырған екен ана кісілер. Сіз кімсіздер? Біз Таифтан келдік деген екен. Сонда айтты, егер сендер біздің қаламыздан болғандарыңда Алла елшісінің мешітінде дауыстарını көтеріп сөйлегендерің үшін ұрып ескерту жасайтын едім депті. Имам Бұхариде келеді. Ұрып ескерту жасайтын едім. Мешітке келіп дауыс көтеріп сөйлеу, басқа адамдарға кедергі жасау, бұл не? Мұсылман әдебіне сай келмейді, құрметті жамағат. Әрине, мешітке келген адам парыздарын орындап, Құран оқып, зікір етіп, Алла Тағаланы ұлықтап, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтып, бүкіл осындай сауапты істерді жасауға тырысуымыз керек. Мешітке келіп осылай жамағатпен намаз оқу, жай өзіңіздің жеке оқығаннан 27 есе артық. Сондықтан құрметті жамағат, Алла Тағала баршамыздың ниеттерімізді қабыл етсін. Мешітке басып келіп жатқан қадамдарыңызды сауаптан жазсын. Біліп-білмей істеген қате кемшіліктеріміз болса, өзі мағфирет етсін, кешіріп қойсын Алла Тағала.